Сәлем достар, сіздермен бірге мистер Аза KZ. Ойбай, шатасып кеттім. Маған Адай KZ па сондай канал, короче, Мобизеннен қалай видео түсіресің деп жіберді. Адай KZ ол үшін мына Мобизенді Play Markеттен жазып алу керек. Қазір. Так. Ал енді міне бұл Мобизеннен көп адам видео түсіреді. Так. Міне Мобизен деп іздейміз. Содан соң шығады. Міне осылай Мобизен Screen Recorder деп шығады. Содан соң соны жазып аламыз. Установить дегенге басамыз. Содан соң жазылады ол. Сөйтіп просто былайынан бас салсақ, мына бір Мобизен шығады, мынау. Содан соң соны қазір не? Содан соң мынаны былайынан так. Негізінде достар, мына асты жақта крестик шығу керек. Так. Сол крестикке апарып қоясыз. Содан соң қайтадан басасыз. Жоқ, ол өзі шығады. Содан соң өзі шыққан соң осыйтіп басасыз. Мына бір төрт бұрыштының орнына видеокамераның суреті шығып тұрады. Соны басасыз. Сонда өзі түсіріле береді. Солай міне Мобизенмен жұмыс істеуге болады. Осы видео ұнаса лайк басыңыздар. Сіздермен бірге Аза KZ болды. Достар, айтпақшы, мен каналының атын өзгерттім. Өйткені менің каналының аты Аза KZ, өйткені менің атым Азамат, сол үшін Аза KZ-ті қойдым. Достар, келесі видео осыдан соң бір видео шығады. Сол видеодан соң сұрақ-жауап видеосы шығады. Соған сұрақтарыңызды қойыңыздар. Сіздермен бірге Аза KZ болды. Видео ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазып кетіңіздер. Көріскенше.